Қазақстан ұлттық құрамасы УЕФА ұлттар лигасы аясында өз алаңында Словакияны жеңіп, тағы бір сенсация жасады. Бір апта бұрын құрамалар Транавада кездесіп, сонда қазақстандықтар 1-0 есебімен жеңген болатын. Содан кейін Астана аренаға словакиялықтар жаңа бас бапкерімен келген. Елордадағы кездесу қазақстандықтар үшін сәтті басталды. Алаң иелері үзіліске дейін 2 гол тоғытып тастады. 18 минутта оң қапталдан асырылған пасты Ян Вороговский қақпада тулатты. Ал 39 минутта Ильхан Астанов паспен дәл соққы жасап есепті еселеді. Үзілістен кейін словакиялықтар есеп айырмасын қысқарта алды. 51 минутта Матуш Перо айып алаңына енер тұста жақын бұрышты дәл көздеді. Дегенмен Қазақстан футболшылары матч соңына дейін жеңіс есебін сақтап қала алды. Ал ойын соңына қарай Андрей Дуда дөрекі ойнаған үшін алаңнан қуылды. Қорытынды есеп 2-1 болды. Осылайша Қазақстан құрамасы В дивизионының 3 тобында көш басындағы орын сақтап қалды. Команда 4 кездесуден соң 10 ұпай жинады. Екінші орындағы Словакиядан 4 ұпайға озып тұр. Енді Қазақстан құрамасына топта бірінші орын алу үшін 2 ұпай жеткілікті. Ендігі кезекте Қазақстан командасына сәттілік тілейміз.